Жастарға арналған дипломмен ауылға бағдарламасы. Қазақстанда жоғарғы оқу орнын бітірген жас мамандардың ауылға жұмысқа орналасуына мүмкіндік беретін бағдарлама. Дипломмен ауылға бағдарламасына мына мамандықтар бойынша жоғары оқу орнын аяқтаған жас мамандар қатыса алады. Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт, ветеринария. Жоба аясында жас мамандарға көрсетілетін әлеуметтік қолдау түрлері келесідей: 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме жәрдемақы беру, 1500 айлық есептік көрсеткіштен 0,1 мөлшердегі сыйақы мөлшерлемесімен 15 жылға арналған мерзімге тұрғын үй сатып алу және салу үшін бюджеттік несие беру. Ауылдық елді мекендердегі мамандарға тарифтік мөлшерлемелерден 25%-ке кем емес мөлшерде лауазымдық еңбекақы. Бағдарламаға қатысу үшін не істеу керек? Алдымен кандидат өз бетінше ауылдық елді мекенде жұмыс іздейді. Жұмысқа қабылдау кезінде үміткер бағдарламаға қатысуға аудандық комиссияға өтініш береді. Сенім білдірілген өкілі, несиеге қаражат бөлінетін адам арасында келісім жасалады. Келісім шеңберінде маман ауылдық ұйымда кемінде 3 жыл жұмыс істеуге, өзі сатып алған тұрғын үй немесе өзге де өтімді жылжымайтын мүлік түрінде салынған тұрғын үйді кепілге қою арқылы несие бойынша кепіл беруге міндеттеме алады. Жобаға қатысуға қажет құжаттар тізімі: үлгі бойынша өтініш, жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі, тиісті елді мекенде тұратынын растайтын құжат, білімі туралы дипломның көшірмесі, тұрғын үй сатып алу, сатылуы туралы алдын ала шарт, жылжымайтын мүлікті бағалау актісі, тұрғын үй салу үшін берілген жер телімдерін пайдалану құқығына акті. Бағдарлама туралы толық ақпаратты жастар.онлайн сайтынан біле аласыздар.